Мен Қоңыр ауылының тумасымын. Кіндік қаным Қоңырдың топырағына тамған. Енді мен Умеев Сәулебек дегеннің қызымын. Әкем Умеев Сәулебек, анам Телікбаева Нұржамал. Менің өзім Умеева Гүлшарамын, Сәулебек қызымын. Енді 1961 жылы тамыз айында дүниеге келгем. 1968 жылы алғаш мектеп табалдырығын аттап, сол мектепті, Қоңыр орта мектебін 1978 жылы бітірдім. Енді бұл мектепте мен көптеген мұғалімдермен, мұғалімдерден дәріс алдым. Кейіннен сол мұғалімдермен әріптес болдым. Менің бастауыштағы мұғалімім Гүлбан апай болған. Енді ол кісінің фамилиясын ұмытып отырмын. Ол кісінің жұбайы Туғанбаев Тұрсынбай ағай, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер ұстаз. Ол кісі бізге қазақ тілі пәнінен берді. Кейіннен менің класс жетекшім Қантарбаева Ардақ Тәңірбергенқызы болды. Сол кезде біздің мектеп директоры Қожахмет Кәкімбай ағай болған. Ол кісі бізге химия сабағынан берді. Сонымен бірге көптеген ұстаздар, жаңағы менің ұстаздарым деп айта аламын. Бүгінгі күні ол кісілермен қарым-қатынас жасап тұрам. Ол Тоғжанова Күлкен Есемесқызы. 1982 жылы мен партия қатарына өттім. Ол кезде Құрманғали Пелтай аға болған, парторг. Ол кісі маған ананы дайында уставтан аған жаттатқыз, мынаған жаттатқыз деп талай даяркілерді, талай механизаторларды сол уставын жаттатып, партия қатарының өтуіне ықпал етіп, өзім көмегімді көрсеттім. Енді мен партия қатарына өткен кезде Кәріпжанова Роза Оспановна аудандық партия ұйымының төрайымы болды бұл кісі. Өте қатал болатын. Енді сол кісінің сыннан өтіп, уставты жатқа біліп, партия қатарына өткен кезде көптеген адамдар таң қалды. Қалай партия қатарына сен өттің деп. Енді сол кездегі заманның талабы, ол кезде партия қатарына өту өте қиын болатын. Ол кезде қазіргідей көп партия емес қой, бірақ қана партия болды. Сонымен бірге осы мектепке ауысқаннан кейін мен мектепте түрлі қызметтер атқардым. Пионер вожатый болдым. Одан кейін балаларды дайындайтын группада істедім. 1982 жылы мен тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін 83 жылдан бастап мектепте жұмыс жасай бастадым. Сол жұмыс жасаған уақытымда мен түрлі жұмыстарды атқардым десем болады. Пионер вожатый болдым. Одан кейін психолог болып жұмыс жасадым. Әдістемелік кеңесінің төрайымы болдым. Одан кейін мектепте оқу тәрбие жұмысының орынбасары болдым. Енді талай жұмыстардың басын қайырдық. Бұл жұмыстың жеңіл болған жоқ. Негізі қиындау болды. Менің білетінім, білмейтінім көп болды. Бірақ өмір деген үйретеді. Біздің ауылда 20-дан астам Ұлы Отан соғысының ардагері болған. Мен пионер вожатый болған кезде, мектепте істеген кезде, осы 20-дан астам Ұлы Отан соғысының ардагерлеріменен әр классқа бөліп беріп кездесулер өткізетінбіз. Сондай кездесулерде, мысалы мен жұмыс жасаған кезде 25 класс комплектісі болды, 62 мұғалім болды. Сол 25 классқа әрбір ардагерді бөліп беретінбіз. Сол ардагерлердің ішінде менің есімде қалған кісілердің бірі Жапаров Қожақан аға. Бұл кісі соғыстың қайнаған ортасында болса дағы мақтанып еш уақытта да мақтанған емес. Мен песір болғам, соғыстың шетіне ғана барып қайтқам деп өзінің шектеп, өзінің көрсеткен ерлігін айтқысы келмей, бұл кісі жай ғана айта салатын ғой. Бірақ сол кісіге қызығатым, неге мақтанбайды екен бұл кісі деп. Одан кейін Ботай атамыз өте бір керемет, ол кісінің батасы есінде қалыпты. Не тілесең Алладан, Құдай берсін саған деген тілегі болған. Батасы, оқушыларға сондай бата беріп кететін. Енді сол батаны мен әлі есіме шығарған емеспін. Ол кісі қайтыс болды. Талай уақыттар өтіп кетсе дағы, сол кісілер менің есімде. Енді
Жалпы мектепте жұмыс жасап жүрген кезімде алғашқы ғылыми жұмысты мен өзім бастадым десем де болады. Оған түрткі болған жаңағы Дәрменбеков Исағали Қыдырманұлы. Барлық мектептер жаңағы ғылыми жұмыстарға қатысып жатыр. Сен неге қатыспайсың деген менде маған ұсыныс болды. Сол алғашқы жаңағы ғылыми жұмысты Кіші ғылым академиясы деп аталынады. Соның жаңағы алғашқы ғылыми жұмысты мен жаздым. Сол ғылыми жұмысқа өзімнің қызымды апардым. Түркістанның 1500 жылдығына арналған Түркістан тарихы бір дастан деген ғылыми жұмыс болды. Сонда енді Алланың құдіреті, бұл жерде айтпай кетуге болмайды. Негізі қызым 9 класс оқитын, ауданнан бір 20 шақты адамдар келіп сабағыма қатысты, тарих сабағына. Жаңағы оқушының тәрбиесінің орынбасары болсам дағы мен ашық сабақ бердім. Сонда жаңағы қызыма былай дедім: сен 1500 жылдығына Түркістанның жаңағы сөйлеп жатсың ғой, сөзің аяғын Түркістанға барып, Яссауи кесенесіне зиярат етіп қайту мақсатым деп айт дедім. Сонда қызым жаңағы өзінің сөзін аяқтаған кезде менің арманым жаңағы Түркістанға бару, Яссауи кесенесіне барып зиярат етіп қайту деп аяқтады. Сол жаңағы айтқан сөзін Алла тағала қабыл етіп, 10 класс бітірген кезде облыс әкімінің грантымен Түркістанға жаңағы Қазақ-Түрік университетіне студент болып қабылданды. Енді бұл жаңағы Алланың кереметтігін бір айтып кетуді жөн көріп отырғаннан кейін жаңағы айтып отырмын. Жалпы мектеп өмірі өте қызық. Өткенді айтқызбай, бүгінгі тарихтың қадірі болмайды ғой. Бұл да бір жаңа тарихтың бір кішкене бір бөлшегі ретінде айтылатын дүние деп ойлаймын. Одан кейін жаңа көптеген ауылдың балаларын мен олимпиадаларға бардым. Аудандық олимпиада, облыстық олимпиадалар. Сондай жаңағы есте қалған дүниенің бірі, мен Кіші ғылым академиясына 2006 жылы Көкшетауға Құлахметов Диас деген оқушымды алып бардым. Сол Құлахметов Диас Көкшетаудан 3-ші орын алып қайттық біз енді. Бір керемет, ол кезде ешкімнің ондай орындарға қолы жетпейтін. Сол Диасым қазір кезде жетісу жаңағы СПК жетісуда бас маман болып жұмыс жасайды. Менің көптеген шәкірттерім жаңағы еңбегімді ақтап, әлі күнге дейін менімен хабарласып тұрады. Сондай шәкірттердің бірі Шалтабаев Алтай Аханұлы. ЖГУ-да жаңағы сабақ береді. Америкадан өзінің жаңағы докторлығын қорғап келген жақсы мамандардың бірі. Енді ұстаз шәкіртіменен мақтанады дейді ғой. Сондай шәкірттерім өте көп. Кейбіреулер естіп жатса мен неге айтпады екен деп жатқан шығар. Қазір осындайда мен есіме кейбіреу түспей қалады да. Жалпы ұстаз болғаныма еш уақытта да мен өкінген емеспін. Енді жалпы ұстаздық қызметімде 37 жыл қызмет жасадым. Талай балаларды жағы мамандық таңдауда көмек бердім десем де болады. Қазір кезде соңғы оқушыларымның бірі Ақтөбеде авиациялық жоғарғы оқу орнында оқып жатыр. Ол енді Жетпісбай Бағнұр деген оқушым. Тағы да көптеген оқушыларым жоғарғы оқу орындарында оқып, өз еңбек жолдарын бастап та кетіп, аяқтаған жоқ, бастап ары қарата жалғастыруда. Енді мен 1982 жылы тұрмысқа шықтым деп айттым ғой. Сол жылы тұрмысқа Байғожанов Медет ақын деген жігітке тұрмысқа шықтым. Ол Медет ақынның әкесі де, анасы да осы ауылға, біздің Қоңыр ауылына еңбегі сіңген адамдардың бірі. Медет ақынның әкесі атақты тракторшы болған екен, қара жұмыс жасаған, анасы да қара жұмыс жасаған. Енді бұл кісілердің еңбегін атап өтуім керек деп ойлап отырмын. Өйткені ол кісілердің өзі, аруақтары риза болсын, жалпы балаларында сол еңбекке тәрбиелеген. Менің жолдасым да еңбектің қайнаған ортасынан шыққан адамдардың бірі. Менің енді 3 баламның 3-еуі де жоғарғы оқу орындарын бітірген, бір мамандықтың иесі. Немерелерім бар, 4 немерем. Немеремнің үлкен 19 жаста, кішісі 5 жаста. Үлкен немерем студент. Енді өзі әке-шешеме келетін болсам, Умеев Сәулебек негізі кіндік қаны сол Қоңыр ауылынан тамған адамдардың бірі. Ол кісінің әкесі Умей сол Қоңырда туып өскен екен. Менің әкем 1895 жылы дүниеге келген. Бұл кісі
жаңағы өте қалай деп айтсам болады, заманның серісі болған ғой бұл кісі. Өлең шығарған, жазба ақын емес, ауызша ақын болған ғой бұл кісі. Отырған жерінде өлең шығарып, одан кейін бүркіт ұшырған бұл кісі, тазы баптап түлкіге салған, бәйге жаратқан. Бұл кісінің жаңағы жаратқан бәйгесіне алғаш рет жантас Тұрсан аға шапқан екен. Енді ол кісі қазір тірі болса 80-нен асып кететін еді. Сол Алматыға барып бәйгені қосып, Ғали Ормановтың қолынан жаңағы не алған, сыйлық алған кісі. Менің әкемнің өзі өте жаңағы ұқыпты адам болған. Енді ол кісінің ұқыптылығы кейін мен балаларымнан көремін де айтам ғой, менің әкеме тартқасың деп жатам. Енді ол қасиетті кісі болған. Ол кісі Ұлы Отан соғысына 1941 жылы маусым айында аттанып, 1943 жылы бірінші топтағы мүгедек болып оралған екен. Бұл кісінің өзі Харьковте болған, Украина жерінде болған соғыста. Енді біз баламыз ғой, енді осындай кезде бір қызықты әңгімелерді айтып кетуді жөн деп ойлаймын. Біз енді мектепте жүргенде Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова деген батырлар болған деп естиміз ғой, енді тарихтан, әдебиеттен оқыдық. Сонда әкемнен сұраймын ғой, әке, сен соғыста болғанда жаңағы Мәншүк Мәметованы, Әлия Молдағұлованы көрдің бе деп сұраймын да. Сонда әкем айтады ғой, жоқ, ол кісілер көрген жоқпын, бірақ қыздар болды соғыста. Соғыста біздің жағдайымыз өте ауыр болды деп соғыс кезіндегісін айтады ғой. Сонда жаңағы әкемнің оң иығына оқ тиіп, жарты қолын жұлып кеткен ғой, снаряд. Сол жарты қолыменен, оң қолының жартысы жоқ болса дағы, сол жарты қолыменен шөп шауып шалғыменен, малакөшпенен, мая қазіргі трактормен жинайтын шөпті сол малакөшпен жинап, жаңағы бізді асырап сақтады. Біз дүниеге 10 бала болып келген екенбіз әкемізден. Менің әкем жаңағы сол 10 баланы қиналмай-ақ жаңағы оқытып, әрқайсымызға өз нарымызды тауып жейтіндей, қойнымызда күлшеміз болатындай дәрежемізге жеткізді. Ал енді менің әкемнің өзі мына соғыс кезінде көптеген жаңағы марапаттарға ие болған адам. Енді қазіргі кезде ол кісінің военный билеті бар, әскери билеті. Қай кезде демобилизацияға ұшырады, қай кезде қандай топтағы мүгедек болды. Одан кейін бірінші дәрежелі даңқ орденінің иегері бұл кісі. Енді көптеген жаңағы ордендер болған, енді біз оны қазір көрсете алмай отырмын. Бірақ бұл кісінің жаңағы соғыс кезіндегі еңбегі өте жаңағы зор болды. Кейіннен соғыс аяқталғаннан кейін бұл кісі ауылда көптеген жұмыстарды жасады. Жаңағы қара жұмыстар жасады ғой. Енді бұл кісі оқымағаннан кейін қара жұмыстың иесі болды. Колхозымыздың ірге тасының жаңағы қалыптасуына көп үлес қосқан адам. Бізде Қоңырауылы өз 5-6 ауылдан құралған ғой. Менің әкем сол Қапшағайда Қарамола деген жерде дүниеге келген екен. Біздің айтып жататын, біздің еліміздің, руымыздың жері сол Қарамола деп. Қазіргі кезде сол әкемнің зираты сол Қапал батырдың жанындағы Қарамолаға жерленген. Енді менің әкем туралы көп нәрсе айтуға болады, бірақ енді анам туралы тоқталып кетейін. Менің анам Серікбаева Нұржамал Оразбекқызы, Қапалдың қызы. Әкесі кейіннен Қапалда тұрған ғой бұл кісілер. Енді әкесі мына Қапалдың жанындағы Абай ауылының бастығы болған екен. 1936 жылы халық жауы деп түн ішінде бір қара машинамен алып кетті дейді. Анам айтады, ол кезде 12 жаста едім дейді. Мен шешем 1924 жылға кісі қара машинамен алып кетті да, соны іздеуге болмайды дегеннен кейін біз іздемедік дейді. Бірақ менің әкем Қазақстан Республикасының сол кезде 36 жылы республика деген атақ берді ғой. Қазақ деген титулды 1925 жылы қосқан болса, тарихта біз оңға дейін Қырғыз деп аталды ғой, Қырғыз автономиялық республикасы деп. Сол жаңағы 36 жылы Қазақстан Республикасы деп аталған кезде әкем 10 жылдық Қазақстанның медалімен наградталған деп айтатын. Кейіннен талай архивтерге, жаңағы жоғарғы орындарға жазғанымен жаңағы анықталмады. Бірақ әкемнің медалі болған деп бүгінгі күнге дейін біздің есімізде қалды, осыны айтуыменен. Жалпы менің анам Қапалдағы педагогикалық училищені бітірген. Өте сауатты адам болған. Бұл кісінің жазған почеркінің өзі, біздің қазір осы
неде көрсете аламын, жаңағы ол кісінің почеркінің қандай болған, керемет, өте сауатты адам болған ғой. Енді бұл кісі Ұлы Отан соғысы жылдарында уәкіл болған екен. Қапалдан келіп, Қоңырға жаңағы астық дайындатып, киім-кешек дайындатып, оны жаңағы арбаға тиеп, өгіз жеккізіп, Үштөбеге темір жолға апарып, вагондарға тиейтінбіз дейді. Сонда мен енді анамның айтысы айтады ғой, мен қапалдан дейді, атқа мініп Бесимас тау арқылы келем дейді. Бесимас тау деген бар ма екен, мен оны біле алмадым, бірақ сол Бесимас тау арқылы келем дағы, жаңағы ауылда жаңағы бума қып, десте қып, жаңағы астықты бастырып дейді, жаңағы қаптарға ұшырып, оны қаптарға жаңағы қаптаймыз дейді. Содан жаңағы кешке таман ауылдың әйелдері дейді, отын терген болып шығады дағы, ұзын жаңағы дорбашалар болды дейді. Ұзын дорбашаларына сол өздері көміп кеткен дәндерді салып, жаңағы отынның арасына салып, үйлеріне алып қайтатын дейді. Көрсем де көрмегендей болдым мен дейді. Анам айтады, сол тура астық басырып біткеннен кейін, жаңағы Үштөбеге апарып тасығаннан кейін соғыс жүріп жатқан кез дейді, бәрі жесір дейді, жолдастарым бәрі соғысқа кеткен, кейбіреу сол жерде қаза тапқан, кейбіреу мүгедек болып қайтып келіп жатқан. Сол Ұлы Отан соғыс жылдарындағы анамның айтқаны, сол көміп кеткен дәндерін әйелдер бірігіп кешке таман бір үйге дейді, ана дәнді қуырып, одан кейін тауықтың жұмыртқасын пісіріп шақырады дейді. Нұржамал, келе қал, сен енді кетесің ғой, бізді көрсең де көрмегендей болдың деп тамақтарын беріп, сонда тамақтың төресі қуырған бидай менен жұмыртқа болды дейді. Соны береді дейді, содан кейін 3-4 мөшек маған да бидай жинап қояды екен әйелдер дейді. Сол бидайды арбаға тиеп, жаңа қапалға жіберетін дейді. Енді анамның анасы 9 жасында қайтыс болған екен. Әкесін жаңа айттым ғой, 12 жасында халық жауы деп алып кеткен, содан жаңағы хабар ошарсыз кеткен. Жеңгелерінің, ағаларының туысқан, солардың қолында өскен. Бұл кісі айтады, жаңағы қапалда мен талон тарататынмын дейді. Нанға, жаңағы материалға, басқа да дүниеге. Сонда кейбір талондар артығымен қалған кезде, сол талондағы нанды алып, жаңағы менің туыстарымның балаларына үлестіретінмін дейді. Енді қиын кезең болған ғой, өте қиын кезеңді басынан кешірген анам, кейіннен жаңағы колхозымыздың мына Қоңырдың іргетасының қалануына өзінің үлесін қосқан адам. Бұл кісі кітапханада істеген, өте кітаптарды көп оқыған кісі, білімді адам өте. Одан кейін жаңағы нефтебазада Молдақан ағаменен жұмыс жасаған екен. Екеуі де сол колхозда керосин, солярка, бензин тарататын жерде істеген. Одан кейіннен бұл кісі завсклад болды. Техникалық машина, трактордың жаңағы саймандарын беретін складта завсклад болып істеді. Ал енді бұл кісінің жаңағы өте білімділігі сондай, цехтық партия ұйымының секретары болып та жұмыс жасады. Ылғи конференцияларға баратын, облыстық, аудандық конференцияларға делегат болып кетіп бара жатырмын деп. Денсаулығы болмаса дағы жаңағы осындай жұмыстардан еш уақытта кеш қалып көрген жоқ. Өзінің үлесін жаңағы ауылдың дамуына қосқан адамдардың бірі. Енді бұл кісі өте бір салмақты, артық сөзі жоқ, туған туысқа қайырымды, мейірімді, сондай адамдардың бірі еді. Анамның бір ерекше қасиеті. Бұл кісі 10 құрсақ көтерген адам. Сол 10 құрсақтың қазір кезде 3-4-еуі о дүниелік болды. Қалғандарымыз бармыз. Сол анамызды, әкемізді еске алып, биылғы жылы үлкен ас бердік. Енді өлі риза мой тірі байымайды дейді ғой. Әке-шешеміздің жаңағы жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын деген мақсатта осындай шараларды өткіздік. Енді қазіргі заман өте жақсы заман деп ойлаймын. Заманымыз тыныш, елдерге аман болып, балаларымыз өсіп, өніп, жаңағы еліміздің сыртқы елдермен байланысы нығайып, Қазақстанымыздың беделі арта берсе екен деген мақсат әлі дейін жаңағы менің ойымнан шықпайды. Сол жаңағы еліміздің дамуына өзімнің де, бала-шағамның да үлесі болса екен деп ойлаймын. Енді менің ана ұстаздарым бірі Қорғасбеков Жұмақан ағай.
өтө керемет жаңа физикадан берген білімді ұстаз болатын ғой. Бұл кісі қандай баспадан газеттер шығады, «Известия», «Правда», «Спорт» туралы орысша газеттердің бәріне жазылып бұл кісі оқитын ғой. Енді бізге физикадан бергенде өте физикадан мен ойлаймын, ол кісі жаман білім берген жоқ. Формулаларды жаңағы кинематика, мынау динамика деп бөліп оқытып, кейіннен сол физикадан мен қиналмадым. Жаңағы бір емтиханда маған бордың постулаттары деген тақырып келді, соны мүдірмей жаңағы айтып бердім. Енді ол кісі бұл жаңағы Жұмақан ағайдың еңбегі. Жұмақан ағайдың өзі кейіннен бірге ұстаз болдық, бұл кісі бір коллективте жұмыс жасадық. Кейіннен бұл кісінің көзі көрмей бастады дағы, маған өзінің қоятын бағаларын журналға қойдыртатын, ана оқушыға бағаны қойып берші, Гүлшара деп. Сонда ана бағаны қойып беріп отырамын да, кейбір енді ата-аналар айтады ғой, балам 3-ін 4-ке дүзеш, 4-ті 5-ке дүзеш деген кезде Жұмақан ағайға айтамын, ағай, мына баланың бағасын 3-тен 4-ке дүзесек қайтеді десем, жоқ, болмайды, таза бағаны қою керек деп. Ол кісі таза жолмен жүрген, білімді таза бағалай білген адамдардың бірі ол кісі. Сондай адамдардың бірі Үсебаев Көбжасар Дүкенұлы. Енді есіме түсіп отыр, ол кісі өте жақсы адамдардың қатарынан деп ойлаймын. Ол кісі өте көңілді, позитивті, өте білімді адамдардың бірі болған. Ол кісімен де жаңағы бір шаңырақтың астында, бір мектепте, бір ұжымда жұмыс жасадық. Бұл кісі менің де ұстазым, бірақ кейіннен ұстаздардың ұстазы, өзімен бірге жұмыс жасаған адамдардың бірі. Енді сондай адамдардың қатарында жаңағы мен Темірғали Оразай ағамды ұмытып кетіппін. Оразай аға өте бауырмашыл, менің бауырларымнан артық болмаса кем емес адамдардың бірі. Ол кісінің әкесі менің әкеммен төс қағыстырған дос болған екен. Соғысқа бірге аттанған кезде бір-біріне жаңағы уәде беріпті. Қайсымыз соғыстан аман келсек, аман есен келсек, сол жаңағы біздің сол аман келген адам сол отбасына, келесі отбасына көмегін береді аямай деп. Сонда жаңағы менің әкем айтатын ғой, жаңағы Оразайдың әкесі менің досым болған, төс қағыстырған. Ол кезде төс қағыстырған дос деген бір керемет достардың бірі болған екен ғой, уәдесінде, сертінде тұратын. Сондықтан да мен Оразай ағаны еш уақытта да ұмыта алмаймын. Ол кісінің жаңағы өзі жаңағы мені қатты сыйлайды, мен ол кісіні өте жақсы көрем деп айтсам артық болмас еді. Ал енді біз жаңа 1968 жылы мектептің табалдырығын аттап бірінші сыныпқа, 1978 жылы мектепті аяқтадық қой. Сол кезде бізде 3 сынып болды. Біздің мектебіміз аралас мектеп болған ғой, қазақ және орыс кластары болған. Енді 3 сыныпта жаңағы кем дегенде 20-дан жоғары балалар болды. Сол енді биылғы жылы біздің мектеп бітіргенімізге 47 жыл болып отыр ғой. Міне жарты ғасыр болыпты мектеп бітіргенімізге. Алдымыз 65-ке, соңымыз 64-ке келіп жатырмыз. Класстастарымның ішінде жаңағы бәрі маған ыстық. Орыс классы болсын, қазақ классы болсын. Енді сондай класстастарым ішінде жаңағы Қырықбаев Алтынбек деген, Қалиева Жанат деген, Отыншынова Жанархан деген класстастарымды, одан Сыдықова Гүлнар, Ержанова Роза, Тоғанбаева Сайра, тағы да Ахмадиев Серік, Абен Амангелді, айта берсем менің класстастарым жаңағы бүгінгі күнге дейін біз араласып тұрамыз. Бір-бірімізге ыстықпыз, шақырсамыз, жылына 1 рет, 2 рет кездесік десек аз бола ма екен деп ойлап отырмын. Біз жаңа жылына бірнеше рет кездесіп, тойымызды, қуанышымызды, басқа да қайғымызды бөлісіп отырамыз. Бұл енді Қоңырдың орта мектебін аяқтаған жаңағы шәкірттері деп біліңіздер. Енді біз оқыған кезде Ильич атындағы орта мектеп болған, қазіргі кезде Қоңыр орта мектебі деп аталады. Енді бізде жаңа бір кезде оқушы болдық, енді бір кезде жас болдық, бір кезде жаңағы орта жаста болдық, енді қазір апа мен әже болып отырмыз. Әрқайсымыздың өзіміздің немере шөберелеріміз бар. Біз осындай жаңа мектептің оқушысы ретінде әлі күнге дейін өзімізді есептейміз. Осы жаңа мұғалімдермен атап кеткен мұғалімдерден дәріс алдым. Енді кейіннен өзім ұстаз болғаннан кейін, педагог болғаннан кейін жаңағы осы ұстаздарыммен әріптес болдым. Олар жаңа Қантарбаев Ардақ
Тәңірбергенқызы, Құттықожанова Күлкен Есемесқызы және Темірғалиева Жолтай Назарбаевна. Бұл кісілерменен жаңағы әріптес болғаныма өте қуаныштымын. Көп нәрсені үйрендім десем де болады. Мен 1978 жылы мектепті бітірген кезде мектептің директоры Ешмұхамбетова Галина Ануаровна болды. Бізге жаңағы аттестатымызды қолымызға ұстатып, болашаққа жолсыз деген жаңа ұстаздардың бірі деп айта аламын. Ол кісі бізге орыс тілі пәнінен сабақ берген. Енді біз мектепті бітіргеннен кейін әркім әр салада, әр мамандықты таңдап, оқу орындарына жаңа жол тарттық. Менің де жол тартқан оқу орындарының бірі жаңағы Сергей Миронович Киров атындағы Алматыдағы Қазақ университеті, Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультеті болды. Тарих факультетінде біздің заманымызда екі-ақ университет болды ғой, Казгу, Каргу деген. Соның Казгуды жаңа тарих факультетін бітіріп, жаңа мектепке келіп, жаңағы қызмет жасауға өзімнің жаңағы ойым болды. Бірақ мен мектепке дейін 6 жыл ауылдағы комсомол ұйымының бастауыш комсомол ұйымының хатшысы болып жұмыс жасадым. Комсомол ұйымының хатшысы болып жұмыс жасаған уақытымда көптеген жаңағы адамдармен таныстым, көптеген жаңағы игі істердің басы-қасында жүрдім. Ауылда ылғи біз жаңағы концерт ұйымдастыратынбыз. Сол концертте Күдербаев Қанат, қазіргі кезде жергілікті композитор ғой, сол кезде ол жігіт Беларусь айдайтын, бидің керемет бидің түбін сүріп жаңа билейтін талай әншілер болды. Енді біздің ауылдың адамдары жақсы біледі оның барлығын. Енді комсомол ұйымда жұмыс жасап жүрген кезімде 3-4 жыл мен Сақманға да бардым. Енді біздің ауылда 55-ке жуық па сондай бір отар қой болған. Сол шабандарды аралап, жаңа жылдық сыйлықтарды таратып, көктемде Сақманға барып, сондай жаңа жұмыстарды атқардық. Енді ол бір қызықты жас кезіміздегі болған жұмыстардың бірі деп есептеймін. Одан кейіннен біз ауылдың жас қыздары бірігіп қой қырқу науқанына өзіміздің бригадамыз құрдық. Онда жаңағы Шабанбаева Жұмағыз болды, Сейдгариева Роза және мен, тағы да көптеген Қарлығаш Бейсенбекова, Қапалы еңбеккері деген газетке біздің суретіміз шығып, біз Балтабай және өкілі деген жерде қой қырықтық. Енді күніне 20 қой қырқатынмын. Енді үлкен кісілердің көмегі болды әрине. Ол қой қырқуда оңай болған жоқ. Бұл жаңағы мен үшін еңбек жолындағы бір керемет ойып орнын алатын керемет оқиғалардың бірі болды. Осы комсомол ұйымда жұмыс жасап жүрген кезімде енді баяғыда түрлі мерекелерде лозунгтар ілуші едік қой столбыларға. Сол жаңағы столбыларға қызыл борлаттан материалды керіп, 1 май жасасын, тағы да басқа дүниелерді жазып, 9 мамыр туралы жаңағы бір көрнекті сөздерді жазып, столбыға ауылдың ішінде қағып ілетінмін. Енді оның барлығы өткен өмірдегі жағы болған дүниелер, ол жағы бір қайталанбайтын есте қалған дүние болғаннан кейін жаңа айтып отырмын. Жалпы менің колхозда жұмыс жасап жүрген кезде, бастауыш комсомол ұйымының хатшысы болып жүрген кезімде Дәуішев Жангелді бастық болды. Одан кейін жаңа Құрманғали Белтаяға парторг болды. Одан кейін жаңа Байзақ Мұратбек аға парторг болды. Одан кейін жаңа Ешжан Бөлек ағамен жұмыс жасадым. Осы кісілердің барлығы өмір жолындағы жол көрсетуші ағаларым деп есептеймін. Сол кісілердің жаңағы қарамағында талай жұмыстарды атқардым. Енді менің айта берсем, еңбек жолында көптеген жаңалықтар болды, өзгерістер болды. Олардың барлығы менің есімде, әрине, ол қызықты бір жас күнімдегі болған еңбек өтілдерім еді. Жалпы менің осы өмірге деген қызығушылығымның артуына, еңбек жолымның қызықты болуына көптеген адамдардың ықпалы болды. Сондай ықпал еткен адамдардың бірі Дәрменбек Исағали Қыдырманұлы. Бұл кісімен колхозда істеп жүрген кезімде бұл кісі ауылдық кеңестің төрағасы болды. Одан кейін ол кісі мектепке ауысқан кезде мен де мектепке ауысып 37 жыл бойы мектепте ұстаздық қызметімді атқардым.
Немерем Абылай болашағынан зор үміт күттіретін жас баскетболшы. Алматы қаласындағы Академия Чемп Сезон деген баскетболдық мектепте жаттығып соңғы 2 жыл бойы НБА деңгейіндегі кәсіби ойыншыларды даярлайтын халықаралық бапкерлер Йорик Майклс және Колмен Айрстен білім алып жатыр және дайындалып та жатыр. Абылайдың еңбекқорлығы менен шеберлігінің арқасында ол бірнеше халықаралық, республикалық және облыстық жарыстардың жеңімпазы атанды. Қазіргі таңда Жетісу облысының басты ойыншысы ретінде өз командасының көшбасшысы. Абылайдың басты мақсаты НБА құрамында ойнап, әлемдік деңгейдегі спортшы болу. Ол арман жолында күн сайын өз шеберлігін шыңдап, биік белестерге ұмтылуда.